керек. Қолым кетті. Бізге қарбақ керек. Қарбақ керек. Қолым кетті. Қолым кетті. Бізге азаттық үшін жүрміз. Азаттық керек. Var mı geçti? Hayatım sürekli Ben girmedim. Azapsın batır aşı oldu. Alanga ne çıktı? Azap şirikme sindirgen. Sovetskiyi öldürgen sen ba? Жоқ, мен ешкімді өлтірген жоқ. Oyunda. Ойнамаймын. Oyundayız. Sovetskiyi öldürgen de oyundaysın. Мен ешкімді өлтірген жоқпын. Oyun. Alaqanına 4 сом әкеп саласың. Не үшін солай? Сен де адам емессің бе? Мен саған өз еліңнің тәуелсіздігі керек емес пе? Сен елдің тәуелсіздігі маған керек емес. Алып кетіңдер мына итті. Несіне келдіңдер? Көрші мұлбағандар. Шықсыңдар. Аты жөнін. Айтпайын. Аты жөнін. Ләззат Асанова. Алаңға не үшін шықтың? Әлде біреу мәжбүрледі ме? Ешкім де мені күштеген жоқ. Қазақтың жастары алаңға шықты деген соң келдім. Мойында. Ешқашан да мойындамассың. Сенің мына қанішер адамдары қазақтың жастарының үстіне машинамен осылай су құйды. Жап аузыңды. Менің әскерлеріме күлтізетін сен кімсің? Өлсем де мойындамаймын сіздерге. Қанішер адамдар! Алып кетіңдер мынаны. Арман, кеткен ләззатым. Сені қашан көргенімде де, шашыңнан қашан естігенімде де ұмытарлықтай уақытқа жеттік. Міне, бүгін сенің ыстық топырағыңды ғана сипалап қана отырмын. Уа, өзіңнің жасың болайын. Жүректі шеді, ах, уайым. Саған ғұмыр бермеді-ау, жарылқаған құдайым. Мына неткен зар заман, жүректері тар заман. Саған ғұмыр бермеді-ау. Сен өлтірген дұшпанға сауап берсін Алладан. Айналайын қызым-ау, дәл өзіңдей қыз туған менде арман бар мекен. Мен сияқты қызын жоқтап, құлын жоқтап отырған аналар қаншама. Ләззатым, ақылдым, мен сені мәңгі мақтан етемін. Бауырларың да сені мақтан етеді. Біз сені мәңгі ұмытпаймыз. Тұтқан Рысқұлбек те келді. Қазақ КСР сотының жоғары шешімімен Қазақ Конституциясының 60 бабы бойынша 15 жылға, 65 бабы бойынша өлім жазасына кесілсін. Астында мен келмеді. Алып кетіңдер мынаны. Сенде совет үкіметін табан жоғарған итсіңдер. Алып кетіңдер. Жіберіңдер. Айтатын сөзім бар. Тірі болсаң көрерсің. Заман қазақтікі. Күнәдан таза басым бар. 21-де жасым бар. Қатқалдақтай қаным бар. Бозторғайдай жаным бар. Алам десең алыңдар. Қайрат деген атым бар. Қазақ деген затым бар. Еркек тоқты құрбандық. Атам десең атыңдар. Мына итті алып кетіңдер. Шешім 20 жыл бойы түрмеде отыруға өзгертілген еді. Бұл өзгерісте әлемде өткен біздер әлемдің адам құқығын қорғау жөніндегі хакер 77 жыл бірнеше мәрте жазған деуі себеп болды. Алайда 21 жастағы Қайрат теміртордан аман шыға алмады.
амансыздар ма, ардақты Асланыш? Асқар таудай әкешім, бауырлайтын бауырлар. Сендердің денсаулық, көңіл-күй, тұрмыс тіршіліктеріңді сұрап не қылайын? Бәрібір мағынаны естіп білу, сормаңдаймын, менің қу тағдырыма жазбайын деп отыр. Әйтеуір, бұл дүниеде де, о дүниеде де ақ таза жүрегіме бар тілейтінім, өздерінің әрқашанда аман сау, ардақты адам болулары. Өздеріңізге әбден белгілі, яғни мен сорлының жазықсыздан жазықсыз. Адам тұрмақ, тышқан мұрнында қанатпай сорлағанымды, темір торға торланғанымды, одан қыла берді. Түйені көзіне кесекке, түйенде жала жабумен ақыры ату жазасын алғанымды. Я, мен сіздерден еш жасырмаймын. Мен 18 желтоқсан күні алаңға бардым, көпшілікпен бірге. Барғанда да Қонаевтың күйін күйттеп барған жоқпын. Тек ол жерге барған себебім, бар мақсатым біріншіден, ол жерде не болып, не істеп, не қойып жатқанын өз көзіммен көріп болдым. Екіншіден, алаңда қазақтың уыздай қыздарын ұрып соғып, өлтіріп жатыр дегенде елден естіген соң, өз басым қолын жайып, күл болмасын, тұл бол деп отыруға еркектік ар-намысым еш жетпеді. Я, мен сорлылығымнан жазықсыз ату жазасын алдым. Өйткені өзімнен кінәлі емес екенімді, адалдығымды, қолымның қан емес екенін еш қашан, қанша зар еңіреп айтқаныммен өзімді еш ақтай алмадым. Менің өлеңіммен, тек жалақорлар мен желтоқсан желі ызғарлы.